Ең басты күш сарымсақта алиций деген зат бар. Алиций деген зат біз қышқылтым қабылдаған кезде алиций біз клеткадан тұрамыз. И біздің ішіміздегі паразиттер де, микробтар да, олар да клеткада тұрады. Олардың да мембранасы бар әр клетканың. Алиций сол микробтардың, паразиттердің мембранасын күл-талқаны шығарады. Мембрана бітті деген сөз, клетка өлді деген сөз, ол уже өмір жоқ деген сөз. Вот негізгі күші алиций. Сонымен қатар сарымсақ бұл қойма. Жалпы нутриенттер дейміз. Нутриенттерге минералдар кіреді, витаминдер кіреді и фитонутриенттер кіреді. Қойманың ішінде бізде тек қана кислотада алициймен қатар минералдар бар. Кальций бізге керегі. Негізі кальций сүйектерге қажет екенін білесіздер. Біздің бұлшықеттерге қажет екенін білесіздер. Магний тоже біздің бұлшықеттерді кальций қатырса, магний жұмсартады. Магний сол кислотта бар. И ол магний ең бастысы біздің жүректің миокарды дейміз, жүректің бұлшықеттеріне өте қажет. Егер адамда жүрек ауыратын болса, ол адамға магний минералы жетіспейді деген сөз. Калий минералы. Бұл біздің бүкіл лимфосистема, қанның айналымы бәрі калийге байланысты. Мысалы біз ауырып қалсақ, система құяды ғой барса. Система бізге не құяды? Система негіз құятыны калий мен натрий. Сонымен қатар ол минерал марганец бар. Марганец бұл біздің бәріміз клетка деп атаймыз, ішінде әр клетканың ішінде электростанция бар, митохондрия деп атайды. Марганец сол митохондрияның өсуіне өте қажет нәрсе. Оның ішінде фосфор бар. Фосфор тоже митохондрияның жұмысына қажет. Оның ішінде селен бар. Селен бұл өте маңызды минерал. Селен болмаса біздің қалқанша бездеріміз дұрыс жұмыс істей алмайды. Бізде қалқанша без екі гормон бөлінеді. Сол гормондар дұрыс бөлінбейді. Сондықтан қалқанша без ол негізгі жұмысы. Бүкіл біздің басқа орган, біздің төменгі органдардағы гормондардың бөлуіне негізгі рөл атқаратын щитовидная железа қалқанша без. Ол селен болмаса, ол дұрыс істемейді. Селен болмаса біздің бала көтеру, әйелшілде, еркешілде болмайды. Селен деген ол бізде өмір ауруының алдын алады. Селен деген бізде қарттықты тежейтін минерал. Көрдіңіздер ме? Оның ішінде бізде йод бар. Йод білесіздер, тоже қалқанша безге байланысты. Көрдіңіздер ме? Қарапайым ғана бір чеснок, кішкентай ғана чеснок. Ол кішкентай ғана чеснокта, құрметті кәсіпкерлер, қаншама бізге пайдасы бар. Ол чеснок мүмкіндігінше бағасы да бұлай өте қымбат емес. Сондықтан чеснокты егер де бұған коэнзим Q10 қосатын болсаңыздар, ол сіздерге энергия береді. Чеснок коэнзим Q10. Сондықтан құрметті мен айтайын, сіздерге жеткізейін.